Сәлем достар, сіздермен бірге мен әзірге бүгін борщ дайындаймыз. Газдың үстіне қазанымызды қойып, үстіне етімізді салып, бір қайнатып көбігін алып аламыз. Көбігін алып болғаннан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Енді теркадан өткізілген сәбізімізді саламыз. Енді теркадан өткізілген картошкамызды саламыз. Енді теркадан өткізілген қызылшамызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін капустамызды саламыз. Үстін кішкене қасықпен басып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Достар, менің каналыма лайк басып, мені қолдап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Міне достар, борщ дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ас болсын.